Так, бәріңізге ассалаумалейкум, газель автокөлігі. Так, в общем, щиток прибор қатып қалады. Так, осының причинасын іздейтін боламыз. Так, кеттік әрі қарай. В общем, айтқанда щиток прибор қатып қалады. Осы ақауды іздейтін боламыз. И сосын щиток прибор өзімен өзі нольге түсіп қалады. Демек, значит, бізде бір жерде короткий замыкание бар. Так, сол замыканиені іздеу мақсатында. Так, біздер салонды шаштық, щиток приборды шешіп алдық. Так, щиток прибордың артына келген проводтарды қарайтын боламыз. Так, мынау қызыл разъем и сосын. Так, біздер, в общем, кассапроводты разобрать еттік. Так, мына жерде, в общем, айтқанда, салон жақта ондай қатты мына блок передохранительмен сыртқа шыққан разъем арасында жабысқан проводтар жоқ. Енді біз так моторный отсектің проводтарын шашатын боламыз. Яғни айтқанда алдыңғы подкапотный кассапроводты шашатын боламыз. Так, бұны шаштық, уже сыртқы изолентісін кофрасын бәрін шештік. Так, мына жерде бізде мынандай торчать еткен, не басы изолировать етпеген оралмаған так проводтар бар. Так, бұл демек ненің белгісі бұл? Так, мына жерде қараймыз. Мына проводтың бірде-біреуі жалғанбаған. Тек бәрін тупа тақиып тастаған, болды, бітті. Солайынан сырттан изолентімен орап жібере салған. Сосын релеге кәдімгі стандартный мини реле қойып жіберген. Так, бұл болмайды. Бұнымен стартер қумай қалады, ақауы пайда болады. Так, сосын в общем, айтқанда мына реле, бұл кәдімгі стандартный мынандай реле ғой. Так, бұл реле, в общем, стартерді көтере бермейді. Так, бізде так капот жақта торчать еткен проводтар. Так, бізде екінші бөлім. Так, уже біз кассаны разобрать еттік. Мына екі түбінен ондық болттардан шешіп алдық. Так, бізде уже мына жақта мынау қызыл разъем. И сосын міне оның астың жағында қара разъем. Так, вот так. Бізде так шыққан проводтар міне мынау. Вот мынаның бәрі алдыңғы Микас 12-де біреуі сцеплениенің проводы, біреуі тормоздың проводы, біреуі сцеплениеге барып тұрған, келіп тұрған деген проводтардың бәрі. И содан кейін так указатель бак бар бұл жерде. Одан кейін так противотуманные огни бар, так бұл жерде. Вот осындай сияқты заттар бар. Сосын мына қара түстегі проводтар бұлар бізде массалар. Так, вот мәселе осылай жалғасуда. Так, енді, в общем, қазір біз вазуханы шешіп алатын боламыз, вазуханың астың жақтарын. И сосын мына жерден салонға бейтіп бәрі жағаласып тұрып кіріп кеткен мына проводтың бәрін түгелмен жұлып алып тастайтын боламыз, дымын қалдырмастан бұл жерден. Так, сосын мынандай сияқты салонға әйтеуір тесік көрінсе болды, барлық жерінен провод кіре берген екен, сол проводтың бәрін так біз артық деп есептеп, так, олардың бәрін алып тастайтын боламыз. Так, ендеше кеттік әрі қарай. Так, уже кассаны орап бастадық. Оған кейінгі жағдайы осындай болып бәрі әдемісінше келеді. Мына жағы әрі қарай. Енді осы жерде бізде стартердің релесі жатты. Оған келетін мына қоңыр түсті провод стартердің плюсовой замок зажигательный келетін тұрған. Так, сосын мына қара масса. Бұл қара масса мына жақта массаға қатысы бар. Так, общий бәрі бір масса. Так, осы жерден сосын тағы бір проводты массаға отдельно шығарып через наконечник мына жерге массаға тұрып кетеді. Потеря мына бір жерде масса жоқ болып кеткен жағдайдың өзінде мына жақта дополнительно тағы да бір масса болу үшін. Мәселе солай. Так, қазір бізде мына шыққан мына тұрған габаритке келеді. Екінші жағын проводын біз кеше түгелділік пайкілеп дайындап қойдық. Так, розовый провод плюсовой. Пассажирский жақтың газельде поворотнигінің проводының свет есікте болсын қызыл болады бұл. Водительский жағы сары болады. Артында да сондай, алдында да сондай. Так, в общем, мәселе осылай. Әрі қарай жұмыс жалғасуда. Так, біздер, в общем, айтқанда мына салонға барып тұрған тоқты түгелмен алып тастаймыз, мынаның бәрін. Так, в общем, өсіп жай проводтар азайып келе жатыр. Так, бұл шыққан проводтың бәрі міне мынаның астың жағында. Так, тек қиып алып астына лақтырып тұра береміз. Так, ең соңында машин бітіп, көлік қыздырып, бәрін істегеннен кейін проводтарды шығарып алатын боламыз. Бұл проводтар сақтап жасалып, ішіне бүтін проводтар туманды жалғауға деген сияқты, дополнительный оборудованиеге, релені қосуға деген сияқты жалғап жіберуге мүмкіншілік пайда болады бізде. Так, в общем, мәселе осылай. Так, біз так уже тоғжағын орап болып қалдық. Так, щиток прибордан аккумуляторды жалғадық. Енді келесі бізде келесі проводымыз көретін боламыз. Так, щиток прибор через минус арқылы жұмыс жасайды. Так, біз мына проводты аламыз да, міне корпусқа тигіземіз. Так, бізде уже чек жанды. Проводты корпустан аламыз, чек өшті. Міне чек қайта жанды. Демек, бұл провод бізде чектікі. Кеттік ары қарай. Так, келесі провод бізде, бұл так тахометр екен келесі провод бізде. Так, келесі проводты көретін боламыз. Келесі провод бізде, так. Так, келесі провод бізде деген температура екен.
демек. Так, кеттік ары қарай. Так, в общем, видеороликтің жалғасы. Біз так түгел, в общем, касса проводты түгелімен так зат бойынша, жазылып тұрғаны бойынша бәрін, в общем, касса проводты по частям, в общем, бір-бірлеп жинап шықтық. Так, в общем, айтқанда, так, бұл Bosch 17-9 бізде, так, мына жақта ВАЗ январь, так, бұл, в общем, 14-лік пятнашка, 16 клапан, 8 клапан. Так, сосын бізде, так, осы екеуі бар. Так, сосын бізде әрі қарай. Так, в общем, айтқанда біз түгел, так, бұл жерде тұрған компьютер Микас 11, бірақ евро 3 емес, евро 2, 4 катушка емес, 2 катушка да. В общем, осы полный затты компьютердің қай провод қайда шығады, соның бәрін жазып алдық біздер. ZMZ 409 блок, 4 катушка және 2 лямбдазонның заты распиновкасы бойынша. Так, біздегі енді келесі причина полный толжағын жинап болғаннан кейін машинды қыздырған кезде спидометр, щиток прибор түгелімен өшіп қалады. И сосын бір где-то ацелы 2-2,5-3 минуттың жобасында тахометр, спидометр бәрі қатып қалады, астындағы сандары жоқ болып кетеді. В общем, осы так, біздегі, в общем, мәселе мынандай болған. 344.314. Так, замокты ашамыз. Енді вот қызықты қараңыздар. Міне. Так, басындағы үші жоқ, одан кейін сандары жоқ. Так, келесі біздегі шешілген результат. Так, в общем, жаңа замок ашқан кезде басындағы 3 пен 44-тен кейінгі 3 деген сан жоқ болып кетіп тұр еді. Так, ендігі міне бізде. Так, в общем, мәселе осындай. Так, никакой сан ештеме жоғалмайды. Так, спидометрде сізде егер газель автокөлігі болып, перебой ма, әлде тоқ жағында бір причина болып, неисправность болып, таба алмай жүріп, әркімнен совет сұрасаңыз, әркім келеді. Әртүрлі затты айтып қойдырды. Потому что у каждого головы свои мнения дейді ғой. Так, в общем, айтқанда, бұл газельде бізде, в общем, тоқ жағы қуып атқанда біреулер келіп, ойбай стартер деді, ойбай генератор деді. Стартердің қызметі қандай? Стартердің қызметі сізде көлікті қыздырып жібергенше моторға первый запуск беру. Бұл стартердің қызметі. И сосын стартер басқа көліктен болған жағдайда сізде потеря тоқ жағы болған кезінде, ол кезде сізде уже дополнительный тоқтың потерясын жоқ қылмау үшін сіз жаңағыдай коммутатор, транзистор деген сияқты заттарды қолдануыңызға тура келеді. Ал сосын енді кеше осы причинаны таба алмай жатқан кезінде бізге біреулер ойбай генератор дейді. Генератор ол қалай бола алады? Ол өзіне тоқты сора алмайды, ол исправный генератор. Тем более бұл жерде генератор бізде 14,2 вольт зарядканы көрсетіп тұр. Ол генераторда ақау болуы мүмкін емес. Ал егер біз, в общем, так, стабилизаторымызды 4-5 қорапқа салып, жан-жағынан пенопластпен қаптап, и сонымен осы үйттегі 2 провод шығарып қойдық. Так, енді әрі. Так, в общем, айтқан бізде ремонт аяқталды. Так, в общем, газель, эвакуатор. Так, в общем, мәселе осындай. Так, в общем, айтқан біз не істедік. Так, біздерде, в общем, щиток прибордың проблемасымен, и сонымен бәрін устранить етіп, түгел бәрін істеп. Так, в общем, айтқанда машин аяқталып қалды уже. Так, түгел барлық светін жағып. Так, в общем, айтқанда бізде көлік аяқталды, түгел восстановление болды. Поврежденный проводтардың бөлінген ерген жерлердің бәрі ауысты түгелмен дерлік. Так, бұл бізде, в общем, эвакуатор болған, газель бизнес автокөлігі, 409 инжектор моторымен. Так, в общем, біз бұл тоқ жағын полный жинадық. Мына платформаның екі боковойында тұрған светтер отдельно релемен, отдельно передохранительмен бәрі бөлек тұр. Так, оның бәрін жалғап қойдық. Центрозамок істедік. Так, центрозамок жалғадық. Так, сосын тағы да айта кететін жайт, жоғарыдағы мигалканың так ішінде проводтары пайкіленді. Так, в общем, айтқанда бізде жұмыс осылай жалғасып жатыр. Так, бүгін, в общем, бұл газельмен уже қоштасамыз. Так, осымен ремонтымыз бітті біздің. Так, мынау бізде сигнализация. Так, бәрі простой. Так, не бізде, в общем, осылай. Так, в общем, сигнализацияны осылай жалғап қойдық. Машинаның өзінің заводской сигналына қалдық бұны біз. Так, в общем, пробегіміз міне біздің.
Так, в общем мәселе бізде осындай.